1C файлындағы writing бөлімімен қалай жұмыс жасау керектігін көрсетемін. Сіздер 1AD to be көбек жетістігімен тәуелдеу өсімдіктермен қалай жұмыс жасау керегін көрдіңіздер. Енді жай сөйлемдермен таныстыңыздар, жазып көрдіңіздер. Енді ақырындап келесі жазу процесін бастайды екенбіз. Шетелге барар кезде алдымен виза аласыздар. Сол визаны алған кезде визаның өзінің сауалнамасы болады екен. Сіз өзіңіз жайлы ақпарат бересіз. Міне, сол кезде мысалы мынау студенттік виза F2 деп аталады, бұл Америкаға арналған. Сол кезде сіз визаны мына жерге жоғары жағына төртбұрышты ереже қылып тағы да жазып қойған. Тіліңіз, қаланың аттары, еліңіздің атын, тіпті аптаның аттарын, есімдіктер болса, өз аты жөніңіз болса, барлығын үлкен әріппен жазыңыз деп. Яғни мына жерге кішкентай әріппен жазбаңыз, сізді офицер түсінбей қалады дейді. Бұл сауатты толтырудың форматы екен. Тура осы форматты өзіңіздің атыңыз, фамилияңыз, жаңағы кім деп атайды сізді, мистер, миссис, анау мисс деген тұрмысқа шықпаған қыздарды айтады. Миссис деген тұрмысқа шыққан әйелдерді айтады. Туған жылыңыз, жаңағы жынысыңыз, әйел еркек деген, статусыңыз, үйленген, үйленбеген, ажырасқан, жалғызбын деген. Ұлтыңыз, міне, туған жеріңіз, еліңіз, мына жерге барлығын жазасыз, емейліңіз, телефоныңыз, паспортыңыздың нөмірі деп дұрыстап толтырыңыз дейді. Қажет жерге капитал жаңағы бас әріппен жазыңыз дейді. Сосын келесі жеке профайл, өзіңіз туралы ақпаратты тағы да толығырақ беру үшін мынандай профайл деп берген. Бұл көбінесе сіз шетелге барған кезде, жаңағы гостиницадан номер алған кезде, немесе көбінесе дәп осы профайл арендаға квартира алған кезде сұрайды сізден, жаңағы арендаға беретін компанияның менеджері. Ол жақта арендаға біздегідей емес, компаниялар жауап береді. Сіз тапқан үйіңіздің сайтына кіріп, жаңағы онлайн, тура біздегі Каспий банкінің приложение сияқты онлайн заявка бересіз. Сол кезде сізге осындай суретіңізді түсіресіз, тура Каспий банкідегідей оңға бұрыл, солға бұрыл, жымый, күл деп өзі айтып тұрады. Сосын толтырасыз осындай, қай жерденсіз, hometown дейді, туған жеріңіз, жалпы қай жерден тумасыз, немен айналысасыз, occupation, тіліңіз, мына жерде Фиона айтқан, мен Манчестерден боламын, бірақ Лондонда тұрам, жаңағы істейтін ісім веб-дизайнермін, халықаралық компанияда жұмыс жасаймын, білетін тілдерім ағылшынша сөйлеймін және кішкене итальянша сөйлеймін. Қызығушылықтарын дейді де 4-ке бөліп қойған. Музыка, фильм, телевидение, спорт. Неге? Өйткені шетелде арендаға беретін квартиралар, жалпы шетелдің квартираларының бәрі өзбеден жасалған, кинодан көріп жүргендегідей стеналар өте жұқа. Шудың бәрі естіліп тұрады. Сонда сіз шумный, жаңағы кейін көршілеріңіз жалып жасамау үшін қандай сіз көрші бола аласыз? Адекватный, неадекватный дейді ғой. Соны таңдап алу үшін әдейі осылай профайл толтырғызып қояды екен, адамды зерттеу былайша айтқанда. Мына жерде жазып қойған Фиона, музыкадан поп классика музыкасын ұнатамын, бірақ опера мен жазды ұнатпаймын. Фильмдерден экшн фильмді ұнатамын. Ол ескі Джеймс Бондтың «С любовью из России» деген киносын ұнатамын дейді. Телевизорден көп телевизор көрмеймін, бірақ Американың сериалдарын ұнатамын дейді. Футбол немесе басқа спорттарды көрмеймін. Watch деген көру деген етістік. Жұмыстан кейін спорт залға барамын дейді. Дейді, ары қарай мына төртбұрышты таблицаның ішіне енді сіздер алдында nice to meet you, hello, how are you, what is your name деген бір жай сөйлемді үйреніп жүрдіңіздер. Енді сіздерге 2 жай сөйлемді біріктіріп, күрделі құрмалас сөйлем қалай біз жасаймыз, қалай жасап жазаламыз, осыны көрсеткен екен. And, but, or, for example деген 4 түрлі жолын көрсеткен. Мен ағылшынша сөйлеймін және and деген союз арқылы кішкене итальянша сөйлеймін деген сөйлем шығып тұр. Бір сөйлем күрделі ойды білдіріп тұр екен сонда.
құрмаласып тұр деп осыны айтады екенбіз. Күрделі сөйлем болып тұрмыз. Мен поп және классикалық музыканы ұнатамын дейді. Иә? Мен Манчестерден боламын, бірақ Лондонда тұрамын дейді. Міне сөйлемдерді қалай жасаған. Осы сөйлемдерге қарап отырып, I don't like opera or jazz дейді. Осы төртеуіне қарап отырып, тура осылай өзіңіз төрт сөйлем жазып көріңізші дейді. Енді мына жерде for example, мысалы, біз көбінесе мысал деген сөзді informal дейді. Бейресми жаңағы официальный документ дейді, ол өтініш, хабарлама, жаңағы ұсыныс, официальный документтер. Солардың ішінде бұл қолданылмайды дейді. Осындай жай жаңағы профайл толтырғанда, ақпарат бергенде жазып қолдануыңызға болады дейді. Өстіп өздеріңіз жазып көріңіздер. Сұрақтарыңыз болса сұраңыздар, жауап беремін.